Қазіргі уақытта біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша вакциналауға жататын санаттарды кеңейтудеміз. 12 мен 18 жас аралығындағы балалар, жүкті әйелдер және жас аналарды вакциналау басталды. Pfizer вакцинасын өңірлерге жіберілді. Сонымен қатар адамдардың өздерінің таңдауы бойынша қажет вакцина ақылы түрде алу мүмкіндігі болу үшін вакцинаны коммерциялық нарық сегментіне жеткізу мүмкіндігі туралы ұсынысты қолдаймын. Біздің алдымызда 2025 жылдың соңына дейін халықты таза ауыз сумен 100% қамтамасыз ету міндеті тұр. Оны шешу жолдары Нұр Отан партиясының бағдарламасымен өңірлерді дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында көзделген. Осы жылдың қорытындысы бойынша ауыз сумен қамтамасыз ету ауылдарда 91-8%, қалаларда 98% болады.